Ассалаумағалейкум, қазыбетке қазып айтатын, төлебедей тауып айтатын, әйтекебедей ашып айтатын, құрметті Шым қаланың жалындаған жастары армыстар. Бүгін бізде қонақта Шымкенттің белгілі журналисті, Республикалық қызмет газетінің бас редакторы, республикалық дәрежеде бірнеше үлкен марапаттардың иегері, бүгінгі енді ғана шығып келе жатқан жас журналистердің елін бекем болатұғын, өзінің үлкен тәжірибесімен бөлісетін Бейсенкүл Нарымбетова. Қош келдіңіз әпке. Қош көрдік, армысыздар. Бүгінгі жалпы жастардың айтары бар жобасы Селковый халықаралық университеті Шымкент қаласы жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен және республикалық Абай мүшәйрасы өткізу аясында ұйымдастырылып отыр. Әпке, жалпы Абайдың биыл 175 жылдығы, Хакім Абайдың 175 жылдығы деп айтайық. Бір сұхбатыңызда әркімнің өз Абайы болады депсіз. Сіздің Абайыңыз кім? Ол қандай қасиеттерге? Расында да біз Абайды бала кезден білеміз, оның өлеңдерін оқып, мектепте жаттаймыз. Одан кейін орта буынға келген кезде біз Абай жолын оқимыз, әуезов арқылы Абайды танимыз. Жалпы қазіргі көпшілік Абайдың поэзиясынан, прозасынан, прозасы дегенде енді жаңа қара сөздері ғой, танымал білет деп ойлаймын. Ал Абай атамыздың басқа бір қыры бар, ол үлкен ойшыл адам. Үлкен ойшыл адам. Философ адам, е. Сондықтан оның әр жазған сөзінің астарында бір мағына тұрады. Абайды менің танымым осылай. Бірінші бала кезде ақын деп таныдым. Кейін оның жаңағы өмірін Абай жолы арқылы таныдым. Ал қазір мен оны өзімнің күнделікті өміріме пайдалана аламын. Өйткені адалдық туралы айтатыны бар, кәсіп туралы айтатыны бар. Кәдімгі жіктеп қарасаңыз, Абайдың сөздері де, ойы да біздің қазіргі өмірімізбен тұтасып жатыр. Ол біздің алдымызда болашақтағы өмірмен де тұтасуы мүмкін. Өйткені ол кезге дейін Абай айтқан кемшілік біздің қазақтың болмысынан кетіп қалған жоқ. Ол әлі де бар. Сол күй тұр. Одан кейін мен тағы бір айтып жүрген мәселем, жаңағы бізде бір сөз дейміз ғой, жаны бар сөздер, осыны көп айтқым келеді, жаны жоқ сөздерді қолданамыз. Жаңағы нені таңдап алғанда да сөздерді бір оқып алып кете беретіндей сондай. Ал менің ойымша Абайды олай жалпы қабылдауға болмайды. Бала Абай бар, кәдімгі бала ше. Мысалы, Абай жолын оқып отырғанда бала Абайдың қалай қалыптасқанын біз көреміз. Сол бала Абаймен біздің балдарды табыстыру керек. Жас Абай бар, білім іздеп жүрген. Ол жас Абаймен біздің жастарымызды табыстыру керек. Ол үлкен жұмыс. Енді Абай танушы ғалымдар жұмыс істеп жатыр ғой. Енді менің ойымша осы жан тәнуші дейміз ғой. Психолог мамандар осымен жұмыс істеу керек сияқты. Өйткені Абай үлкен психолог, кәдімгі қазақтың бүкіл болмысын, жан дүниесін таныған адам. Егер адам ондай ұлттың жан дүниесін танымайтын болса, мұндай жаңағы дөп басқан диагноздар қоймайды біздің дұрыс емес қасиеттерімізге. Сондықтан жас Абаймен жастарды табыстыру керек деп ойлаймын. Ал орта жастағы біз сияқты буынмен орта жастағы Абайды. Жақсы. Ең бастысы жастар жаңағы білім кеш іздеп қалдым, қолымды кеш сермедім дейді ғой. Осыны болдырмау керек деп ойлаймын. Жақсы, осыда сіз айтқан сөзден өзінен тағы бір сұрақ туындайды әпке. Біз батыс философиясы деген үлкен ұранды білеміз. Шығыс философиясын білеміз. Конфуций, Аристотель, олар көп. Бірақ қазақ даласындағы ұлы даланың философиясы туралы әлі күнге дейін зерттеп, белгі бір шыңды бағындыратын адам жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Қазақ философиясы деп, ұлы даланың философиясы деп Абайды қарастыруға бола ма? Немесе одан әрі кісілер бар ма? Иә, біз арыдан мысалы Әл-Фарабиден бастауға болады, жалпы философиялық ұғымда. Енді бұл менің түсінігімде, қарапайым адамның түсінігі, мен ақын емеспін, жазушы емеспін, баста айттым ғой. Одан кейін Абайдың пәлсапасына келуге болады. Расында біз шетелдіктерді өте жақсы білеміз, қанатты сөздерін жазамыз, бірақ сол Абайдың сөздері айналымға түспей жатыр. Жаңағы біздің ойлары да, енді біздің философтарымыз жоқ, зерттемей жүр деп айтуға болмайды. Ғарифолла есім бар, Амангелді Айталы ағамыз бар, оларда Абайдың ойлары кәдімгідей беріледі. Тек қана сол ойлар, сол енді ғылыми тұжырым керек емес шығар, сол ойлар айналымға түспей жатыр. Бізде көпке таралып қабылданбай жатыр. Егер сол қабылданған болса, жаңағы Абай айтқан
дұрыс емес пәлен қасиеттер осы кезге дейін адам бойында жөнделіп шығатын еді. Енді бұл пәлсападан бұрын бізде психология деген нәрсе қазір өмірімізге өте дендеп еніп кетті. Көптеген тренерлер шыға бастады, жаңағы жаттықтырушылар ғой. Енді олар ойды жанды жаттықтырушы деп айтуға болатын шығар. Бізге қазір батыстың психологиясын тықпалау деген өте зор қарқын алып келе жатыр. Мына мотивация дейді ғой, қазір байқасаңыздар осы әлеуметтік желі, Инстаграмда ашыңыз, мен бұнаны үйрете қалам, пәлен күнде сен бизнесмен болып шығасың, пәлен күнде кәсіпкер боласың. Солай үйретіп жүрген адамдар өте көп. Мен көбіне қосыла алмаймын оны. Мысалы, ол мотивация деген нәрсе 3 күнде ғана жетуі мүмкін. Ал мотивацияның түбінде өзіңді өзің тану деген тұрады. Ал абай қалай айтады? Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деп. Ол өзін айтып тұрған жоқ. Біз әрқайсымыз жұмбақ адамбыз. Бізді біреу шеше алмайды, өзімізді өзіміз шешпесек. Өзіңді өзің тану деген осыдан басталады. Ол ары қарай біздің қазақтың кәдімгі психологиясына, біздің өте мықты психолог болған халық, ары қарай жаңағы өзіңді өзің жаттай сыйла, жаңағы жауың енді сәл бұрмаланып айтылса кешірім сұраймын, көріп түңілсін дейді ғой, соған келеді. Бізде осы сөздердің қазір бір сол айналымға түспей тұр. Қорыта айтқанда, батыстан келіп жатқан мәдениеттер, қазақ даласына керек емес мәдениеттерге қарсы тұратын иммунитет қалыптастыру үшін біз абайды тануымыз керек. Әркімнің өз абайы болу керек. Және қайсыр мағынада абай мотивацияның қайнар көзі. Солай топшылауға болады ғой. Иә, оның мотивационный жаңағы сөздерін іріктеп алу керек та. Одан кейін мысалы психологияда жаңағы жаттықтыру деген бар, әдіс деген бар. Сол әдіске қою керек оны. Мысалы адамның бойына, санасына сіңіретін әдістер болады. Заманға сай әдістерге. Соны тренировать етеді дейді ғой, жаттықтырады, адам санасын, жан дүниесін жаттықтырады. Осы арқылы жаттықтыруға да болады да. Мысалы пәлен деген батыстың пәлен деген психологы бүйтіп айтқан жаңағы Луиза Хей тағы деп айтып жатамыз ғой. Тура солай айналымға түсіруге болады. Жақсы, кестік. Философия керек. Абай философиясы бізге өте қажет. Енді психологиясы да керек. Абай поэзиясымен жалпы философиясы дұрыс дәріптеліп жатқан жоқ. Ол нәрсеге толық келісеміз. Ашылмаған дүниесі тым көп. Әрине абайда оңай емес екінің біріне. Енді осыда өзінен өзі пайда болатын тағы сұрақ бар. Философия өз алдына бір дүние. Біз абай поэзиясы мен прозасын қаншалықты дұрыс дәріптеп жүрміз? Мен енді соншалық дұрыс қандай кемшін дәріптеп жүрміз деп айта алмаймыз. Барлық оқулықтарға да енген кез келген адамды біледі. Екі ауыз сөзім болса да біледі. Оның үстіне биыл абай жылы болғандықтан өздеріңіз білесіздер, эстафета басталды. Тіпті біздің дүние жүзіндегі басқа ұлттың, жаңағы әлемнің халқы абайдың әнін шырқады. Бұның бәрі бір үлкен серпіліс әкеліп отыр қоғамға. Біз енді осыны науқаншылыққа айналдырмай тоқтатып қоймауымыз керек. Ол жаңағы ары қарай жұмыс істей беру керек. Бізде ең дұрыс емес нәрсе науқанға айналып кетеді да, жалт-жұлт етіп 2-3 айда, әсіресе мынау әлеуметтік желі деген сондай бір адамда мінез қалыптастыра ма, қасиет қалыптастыра ма, солай ұмыт қалып кетіп жатыр. Осы ұмытылмау керек. Насихатталу, абайдың жаңағы сазгерлігі дейміз ғой, композиторлығы, абайдың ақындығы, абайдың жаңағы прозасы деп айтып жатырмыз. Оның насихатталуы жаман емес, оқып жатырмыз. Просто оның ары қарай сырына үңілетін бір әдістер керек. Жақсы, жалпы дәріптелу өз дәрежесінде. Бұдан арда жақсарта түссек тіптен жақсы. Қарашы, егер Бейсенкүл есебінде сізге шетелден келген қонаққа абайдың бір ғана өлеңін, бір ғана шумағын айту керек болатын болса, жалпы абайды тану үшін абайдың бір ғана шумағын шетелге айту керек болатын болса, абайдың қай өлеңінің, қай шумағын айтар едіңіз? Мен абайдың жаңағы өзі бала кезден санаға сіңген біздің 4 мезгілді ғажап сурет деген ғой. Соны айтатын едім. Өйткені ол біздің табиғатымыздың да болмысы жатыр, біздің қазақтың да болмысы жатыр. Осыны айтар едім. Және ол кез келген адам, мектепте оқыған адам, ол мен де қалады деп ойлаймын. Жақсы. Жалпы абайды дәріптеу ол үлкен парыз білшін. Бірақ Шымкент қаласында баннерлерінде мынандай сөзге тап болдым, жалпы қаншалықты дұрыс екендігін сізден білейік. Қазақ жазба әдебиеті мен қазақ әдеби тілінің негізін салушы ол хакім Абай денген екен. Сонда бірден ойға сап ететін нәрсе, біздің жазба әдебиетіміздің тарихы 1175 жылға ғана
татиды ма деген ой ғой. Енді бұл жерде бұдан да сорақы қателіктер кеткен, мен өзім білем. Абай жазушы деген кеткен. Ол жазушы болуы мүмкін емес қой. Қазір бізде 1000-нан астам жазушылар одағының мүшесі бар. Солардың деңгейіне түсіріп қойдық та. Мен жаңағы сөзге мән бермейміз деп отырғаным осы. Біз Абайды егер ұлы ойшыл деп жазсақ, ол жаңағы көтеріле береді. Асқар таудай болып кете береді. Біз оған сондай сөздерді әкеп, жаңағы өзімізге жетпей жүрген нәрселер бар ғой. Соларды әкеп жаңағы телуіміз керек. Енді мынау шында бұны бір жаман оймен жасамаған шығар, бірақ кішкене ойланбай жасаған. Жалпы журналист есебінде келіспейсіз? Мен келіспеймін, бұл мен баста айтқам, ол туралы пікірімді де жазғам. Әлеуметтік желіде пікірлеріңізді де көрдім. Жалпы журналист екендігіңіз біртүрлі. Абайды кішірейтудің керегі жоқ. Абай кішіреймейді, қалай жазсаңыз да. Енді бұны кішірейтем деп ойлап жазбаған шығар. Кәдімгі күнделікті нәрсеге қараған ұқсап жазасағанда. Енді бұл да бір белгілі бір ғылыми негізге сеніп жазылған шығар. Мүмкін ғылыми тұрғыда қарап көруіміз керек шығар. Қалай ойлайсыз? Енді ол бәрібір біздің жазба әдебиетінен жоғарырақ тұр деп ойлаймын бәрібір. Абай өйткені жазба әдебиетінің өкілдері қазіргі біздің мықты деген ақындарымыздың өзі оны бас ақын деп бағалаған, кезінде баға берген да. Енді біз оны солардың қатарына деңгейіне түсіріп қойсақ, енді ол өзіміздің. Енді жалпы өзіңізді журналистикадан бөлек мынандай ғой, біздің Абайды дәл осы дәрежеде танитынымызды көрсетіп отқан сияқты. Осындай деп танимыз да, біз оны жаңа ойшыл, философ, психолог деп қабылдап отқан жоқпыз да. Сондықтан олай да қарастыруға болады. Солай. Демек тани түсуіміз керек. Одан әріде. Енді бірақ Абайды зерттеп біту мүмкін емес қой. Зерттей берсек тағы бір тың дүниелер ашылары да хақ. Енді жалпы өзіңізді журналистикадан бөлек белгілі блогер есебінде қоғам таниды. Біз солай таныдық. Блогер емеспін, мен әлеуметтік желінің белсенді қолданушысымын деп айтуға болады. Енді сіздің бағаңызды біз береміз ғой. Жарайды. Жақсы. Енді мынандай сұрақ. Журналист шығармашылықпен айналысар алдында қандай дағдыларға көңіл бөлген дұрыс? Журналист деген бұл ойдан шығарып жазбайды. Дерекке сүйенетін нәрсе. Бұл кәдімгі өмірді шынайы қалпында беретін нәрсе. Сондықтан ол біріншіден дерекке сүйену керек, дәйекке сүйену керек, дағды қалыптастыру үшін. Мысалға, ең бастысы сол ғой, дерексіз, дәйексіз, дәлелденбеген нәрсесіз ештеме жазуға болмайды журналист. Жақсы. Қате сөзбен қате ой қайдан пайда болады? Қате сөзбен қате ой білімсіздіктен пайда болуы мүмкін. Журналистің сол саланы толық игермеуінен пайда болады. Иә. Ол өзінің кім екенін білмегендіктен пайда болуы мүмкін қате ой. Ол қате ой, қате түсінік қалыптастыратын, енді кей жағдайда мүмкін кешірімді шығар. Бірақ негізі ол қате ой, қате түсінік қалыптастырмау керек. Әрине. Өйткені ол журналист. Жақсы. Креативті неден аласыз? Жалпы осы өткен жылдары жазып жүретін ем. Креатив деген сөзге қарсымын, жұрттың бәрі. Өйткені бізде сол науқаншылық қой. Креатив десе бәрі креатив дегенді іздеп кетеді. Креатив деген шерт тұрған жоқ. Ол біздің ойымыз, ол біздің жалпы біліміміз. Мен енді бір креатив іздеймін деп айтпаймын, бірақ солай шығады. Жалпы ойыңызға тың дүниелер келеді, сол нәрсені, ол нәрсені креативте атау қажет емес. Ол деген адамның өзінің көзқарасына байланысты. Мысалы, мына зат тұр ма, осыған әртүрлі көзқараспен қарауға болады. Ой, мен отырып алып, мынаған бүйтіп қарауым мүмкін. Шаң түсіп кеткен, мынау кір деп қарауым мүмкін да. Екінші рет қарап алып, мына судың мөлдірін-ай деп қарауым мүмкін. Осы адамның көзқарасы қалай болып жатқан нәрсеге, егер жан-жағынан қарасаңыз, бір тура бағытта қарасаңыз, ол дұрыс шықпайды. Креатив қаяқтан шығады. Егер оған бірнеше бағыттан қарасаңыз, көзқараспен, одан міндетті түрде бірдеңе шығады. Оның мен өзім ойлаймын, креатив деген нәрсенің түбінде бір адамзатқа пайдалы бірдеңе жату керек деп. Ол креатив деп жаңа бояу шашып, бірдеңе шашып, ондай емес. Жақсы. Қазіргі журналистерден көретіндігіміз, көбінесе байқайтындығымыз, әрине сауатты журналистерде көп, мәтінді толық сауатты қылып жеткізуде қатты қиналады, түрлі қателіктерге бой алдырады. Енді сұрақ, мәтінді қайтсек сауатты құрастырамыз? Мәтінді сауатты құрастыру үшін адамның ойы сауатты болу керек. Ойлау. Мысалы, ойда пайда болады ғой. Әрине. Негізі сөз өзі жүректен өтеді, ойға түседі, одан кейін барып қағазға түседі. Сол қабылдауға байланысты.
қалай түсінуге байланысты. Иә, сен болып жатқан оқиғаны, болмаса өзің кейіпкерің болады, иә, материал жазу үшін. Сол кейіпкерді қалай қабылдап отырсың, қай жағынан көргің келіп отыр, жалпы соны мақсат етіп алу керек алдына. Барып алып, егер қазіргі бір кішкене кемшілік, жаңағы көбіне жаңағы мәлімет бар, алған марапат бар, сол бойынша жазып шығу деген көбейіп кетті. Олай емес. Негізі адамның тұлғалық қасиетін ашу керек. Бізде кеңес дәуірі деп айтайын, бізде көп жаңағы өзіміз еліктейтін адамдар болған, бір тұлғаларды қалыптастырған. Ол идеология. А бізде қазір осы тұлға қалыптастыру деген кемшін келіп жатыр. Иә. Оның бәрі жаңағы журналистің өзінің жұмысын терең білмегендігінен шығар, ақпаратқа алып. Ойды дәл анық айту үшін не қажет? Журналистке, адам баласына, саясаткерге, бәріне. Ойды анық айту үшін білім керек қой. Терең білімнің нәтижесінде ойды анық айтуға болады. Білім болса, одан кейін білімі бар адам, енді білімі бар адамның да жан-жағына дұрыс қарамауы мүмкін негізі да. Енді журналистер бар нәрсе ол тақырыпты көре алу керек, оның өзегін көре алу керек. Журналистің басты мақсаты сол. Нені жазатынын білу керек. Мысалы, жиналыс өтіп жатыр, иә? Мынандай жиналыс өтті, пәлен сөйледі, пәлен қорытындылады. Бұл жалаң ақпарат. Ал сен сол жерде отырып, бір кішкене біреудің сөйлеген сөзіне дұрыс нәрсе тауып алып, ақпаратты содан да бастап жазуға болады. Ақпараттың өзінде де кішкене бір кейіпкер болу керек. Егер ол кейіпкер болмаса, жалпылама болса, ол жан сөз жоқ, жан сөз ақпарат шығады, ол сіңбейді. Енді бұл тұста өзінен өзі тағы бір сұрақ пайда болады әпке. Жалпы әр журналистің, әр жазушының, әр саясаткердің жалпы жер бетінде кім бар? Барлығының өзіндік бір стилі бар. Иә. Енді стиль қалай қалыптасады журналистерде? Және қандай шығармаларды айта аласыз? Немесе қандай да бір мықты журналистерді айта аласыз, стиль қалыптасқан? Мысалы, қараңыз, бізде Нұртөре Жүсіп бар. Өзі стиль қалыптасқан үлкен журналист, публицист дейміз. Қазір бізде публицистика деген өте кенже қалып кетті ғой жанр. Бұл енді керек нәрсе. Жалпы жаңадан келген журналистер, мысалы, ешкім өзінің стилін қалыптастырып тумайды. Алғашқыда еліктеу болады. Сен жаңағы Нұртөре ағаға еліктеу мүмкін. Сен тағы, мысалы, бізде Бақтияр аға бар, мөлдіреп тұрып жазатын, соған еліктеу мүмкін. Осылай ізденістің арасында олған енді бір жыл деп бір меже қоюға болмайды. Өзіңнің стилің шығады, өзіңнің жазу стилің шығады. Өйткені біреудің стилін қайталап та жүрсің, еліктейсің, сен тағы қарап отырған жоқсың ғой, сен қоғаммен араласып жатсың, өзіңде де ой туады. Осылай одан қорықпау керек, біреуден ұрлап жатырмын ау, тағы бір нәрсе деп. Негізі мүмкіндігінше біреуге еліктеп, оқып, соның стилімен жазып үйреніп, негізі подход деген нәрсе бар, әр материалға, мысалы, бәрін бір сатындап жазып. Демек, іздену керек, шынығу керек. Осының нәтижесінде стиль қалыптасады. Жақсы. Бейсенкүл әпке, енді қолға деп түсініңіз, Б әрпінен келетін сөздерден кішкене сөйлем құрап беріңізші. Тек Б әрпінен келетін. Бақытты, берекелі болыңыздар. Әмин. Қысқа нұсқа. Енді мынандай мәселе бар. Сипаттама беру. Жазба әдебиетімізде белгілі бір маңыздылыққа ие. Абай әдебиетіне қысқа нұсқа сипаттама беріңізші. Ұлы Абайдың шығармасы бұл қазақтың болмысы. Қазақтың болмысы қысқа нұсқа. Иә, ол қазақ кім дегенде соның ішінде енді одан артық айтуға болмайтын шығар. Мысалы, Абай жолының өзін қазақтың болмысы, даласы, қазақ деген кім деп қабылдады? Шет тілдеріне аударылғанда. Мен солай қабылдайтын едім. Жақсы. Біз Абайды әулие санап жүрміз, сөз жоқ. Жалпы Абай хакім, Абай ақын, жазушы, қазақтың бас ақыны, сөз жоқ, ұлы кісі. Ол Абай деген терминді еріккен немесе есімізге түскеннен Абайға берген жоқпыз. Енді Абай кімді әулие санады? Абай кімді әулие санады? Сіздер енді оқып жүрсеңіздер, Абайдың әулие санағаны біз сияқты, Абай сияқты. Абайдың алдында Абай болмаған ғой. Мен қазір таңғалам. Алдымызда Абай бар, сонша сынымызды айтып кетті, мінімізді айтып кетті, соны енді бір ғасырдан жоғары уақытта әлі арыламай жүрміз деймін да. Ал Абайдың әулие санағаны ешкім емес. Абайдың әулие санап жүргені біздің қолөнершілеріміз,
Ол айтады, қолөнер шеберін айтады, өнер үйрен дейді. Мысалы, басқа нәрсені үйренсең ол қалып кетеді дейді, өнер қалмайды сені, соңына дейін асырайды дейді. Қолөнершілерді айтқан. Егер ол адал болса, еңбегін адал сататын болса, өнер үйренсе, оны жаңағы адал жасап, адал істеп сататын болса, әулие сол деп ол. Жақсы. Қолөнерді. Демек, адал еңбек кәсіп сол. енді кеше жалпы өзіңізді сұхбатқа шақырғаннан кейін қатты іздендік, балалармен ақылдасып, сосын жазушылық қиялы деген әдіс бар екен. Енді осы қиял негізінде өзіңізді 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Иә, мен жазушы емеспін. Иә. Бірақ енді қиял бәрімізде бар. Кішкене журналистің кішкене шығармашылық үшін де керек. Адамсыз, екінші. Адам ішінде бәрі бар. Адам болу деген бұл ең қиын нәрсе. Адам болумен күнделікті жұмыс істеу керек, сағат сайын жұмыс істеу керек. Біздің кемшілігіміз, біз адам екенімізді ұмытып кетеміз күнделікті. Жаңағы Абай айтпақшы, есеп бермейміз өзімізге. Адам болу, адамның ең басты мақсаты осы өмірде адам болып қалу. Адам болуға тырысып жүрген адам. Жақсы, бәріміз адам болу үшін тырысайық. Енді бір кішігірім керемет дүние деп айтып жатыр. Жалпы келген қонақта бізде тырысып бағып отырмыз түрлі сұрақтардан дүниелер жасауға. Бәрекелді. Ізденіс керек. Әрине, ізденіс керек. Жалпылмау керек. Келесі философия айдар деп аталады. Онда біз сізге 33 сұрақ дайындалған екен. Сол сұрақты қоямыз. Сіздің жауап беруге 40 секунд қана уақытыңыз болады. Ойлану мен жауап беруге 40 секунд уақытыңыз болады. Әр сұраққа. Менің қолымдағы мына бір құмсағат 10 минуттық. Осы құмсағаттың жартысына келгенде мен білемін қанша уақыт кеткендігін. Сізде 5 минут уақыт болады. Көп 5 минут болады. Дайынбыз ба? Иә. Ұлтсыздану деген не? Өзіңді жоғалту. Әр адам өзін жоғалтқан кезде ұлттың қай ұлттың өкілі екенін білмей қалады. Теория немесе практика? Теория да керек, практика одан көп керек. Лидердің 3 сатылық белгісі? Лидер, көшбасшы ғой, шешендік, білім, қарапайымдылық. Қазақстандағы қай нәрсеге көңіліңіз толмайды? Қазақстанды өте жақсы көрем десең де, Қазақстанда біз соңғы кезде ол Қазақстанның емес, жалпы еліміздің емес, адамдардың кінәсі. Науқанды жақсы көреміз, науқаншыл. Кез келген нәрсені науқанға айналдырып жібереміз, осы ұнамайды маған. Сізге ұнаған ең керемет бағдарлама? Саяси болуы мүмкін, немесе телевизиялық бағдарлама мүмкін? Мен қазір ашық алаңды дұрыс көрем. Бұрын шынның жүз деген хабар болатын. Қасым Аманжолдың өте. Сізге айтылған ең үлкен ақыл? Ақыл. Ақылды еске түсіре алмадық қой. Жақсы. Қазақ журналистикасында қандай қателік бар? Қазақ журналистикасында қателік баршылық. Қазақ журналистикасында жанрларды жоғалтып алдық. Журналистикада өзі жанр деген нәрсе болады, осыны жоғалтып алдық. Зерттеу, сараптама дегенді кемшін түсіріп алдық, ақпаратқа кетіп қалдық. Бейсенкүл журналист болмағанда кім болар еді? Кітапханасы болар еді. Керемет. Сіз мойындайтын шымкенттік журналистер кімдерді атайсыз? Бақтияр Тайжанды атай аламын. Шымкенттік журналистер, Осылай өзіңе келген кезде тұрып қаласың ғой. Қылмыскерде құқық бола ма? Әрине болады. Жер бетіндегі ең үлкен шөл? Айтамын. Қай әлеуметтік желіні жабар едіңіз? Әлеуметтік желілер туралы ойланбайды екен негізі. Абай айтқан қолыңызда закон күші болатын болса, не нәрсені өзгертер едіңіз?
өзгерту мүмкін. Заңдарды қайта қарап шығу керек шығар. Қайта қарап шығу керек. Махатма Ганди немесе Тереза Мэй. Махатма Ганди. Әйел қайтсе бақытты болады. Бақыт деген ол бір үлкен мындай қалыптастырып қалатын ұғым емес. Бақыт деген әр сәтте болуы мүмкін. Ол жаңа кішкене нәрестесін қолға алғанда болуы мүмкін, баласының жетістігінде қуанғанда болуы мүмкін. Енді сондықтан ол бақыт дегенді мен бір сәттік нәрсе. Қазақ әйелінің символы кім? Домалаған шығар. Қазір айта алмайды екен. Қазір айта алмаймыз, кезінде домалағаннан түсінуға болады. Иә, солай әлі де сол кісілер айтады. Абайдың әжесі Зерені айтамыз, Шоқанның әжесі Айғанымды айтамыз. Солай қазір біз мүмкін тұлға қалыптастырмаған шығармыз еліктейтін. Ол да кемшілік. Сіз туралы айтылған ең қызықты пікір? Өзім туралы пікірді көп естіппеппін. Көп адам сен кімсің дейді. Халықтың атынан сөйлейтін сен кімсің дейді. Мен адаммын деймін, менің сұрағын қой, менің жауабым сол осы. Сізге қойылатын ең көп сұрақ? Ең көп сұрақ. Неге? Қалай дейді енді, мен оны жақсылық жасап жүрмін демеймін. Жаңағы жайдан жай ешқандай мақсатсыз көп жұмыстарды істей бересің дейді қоғамдық. Осы сұрақ қояды. Неге дейді? Неге? Менің ол жан қалауыңыз ба? Мен жан қалауым ол. Өмір сүру деген не? Өмір сүру деген адам болу. Соңғы оқыған кітабыңыз? Так, соңғы оқыған кітабым кім? Қарекетті мен оқып жүрмін, қайта-қайта бұны оқып жүрмін, өйткені Абай зерттелген. Так, кім? Ұларбектің кеше ғана алып бастап едім. Аты есіме түспей жатыр. Жақсы. Бейсенкүлдің көзінен жас шығуы оңай ма? Так, бұдан бір 5-6 жыл бұрын оңай еді, қазір оңай емес. Ішкі мәдениетті қайтсек қалыптастырамыз? Ішкі мәдениет ол тәрбиеге өте байланысты нәрсе. Ішкі мәдениеттің өзі отбасында қалыптасып шығады ғой. Біздің қазаққа не жетіспейді? Сөйлеп көп істеу керек та. Біз кімдерге қарап бой түзеуіміз керек? Қалай кімдерге? Кім біз болғанда? Біз жастар. Қазір өзі бір қызық уақыт. Мен айтам, жаңа қарттарымыз бар. Жастарымыз маған бер дейді, қарттарымыз мен сөйлеймін дейді, орта буын қалып бара жатыр, жоқ сияқты деп. Сондықтан қазір бұл сұрақ қиындау болып тұр, кімге қарап бой түзейді жастар. Шымкенттегі интеллектуалды жастар ортасы деп кімдерді ол тізімге қоса аласыз? Жастардан көп адамды білемін. Кеше бізде енді сол жастарды насихаттау керек, балаларға көңіл керек деген кеше бір бағдарлама маған айтып едім. Бізде қазір Әзімхан деген жігіт өсіп келе жатыр. Азамат Абайды танып жүрген жап-жас. Бізде өзімізде қызмет газетінде Әзімбек деген жігіт істеп жүр, өте білімді. Міне осындай жастар егер жиналса, ондай жастар бар жер-жерде жүр. Егер бірігетін болса, бір әдемі бір орта қалыптасады. Сенем ондай жастардың барына. Біз өзі орта болын кейде оқымай жүріп, жастар оқымайды деп айтуымыз мүмкін, оқиды. Білімді. Демек, элиталық орталық, интеллектуалды жастардың ортасын қалыптастыруға болады. Әрине. Олар Шымкенттің түп-түп жерінде жүр. Бар. Жақсы, олай болса сізге үлкен рахмет. Қосымша мұнда сұрақтар келіп жатыр екен. Құрметтілер, жалпы бұл әңгіме Қазақстан Республикасындағы белгілі журналист, Республикалық қызмет газетінің бас редакторы Бейсенкүл Нарымбетова әпкемізбен өтіп жатқандығын тағы да бір рет хабарлаймыз. Және Бейсенкүл әпке сізге үлкен рахмет. Селкөй халықаралық университетінің басшылығының атынан зор алғыс білдіргім келеді. Және де университеттің шағын брендтік тауарларын қабыл алыңыз. Рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Мұнда футболканы жалпы біз ешкімге бермейміз, тек сыйлы қонақтарыңызға береміз. Әдейі сізге жараса көрсетіп береміз. Ертең Абай сапарына барғанда киіп жүрмін ма? Иә, міндетті түрде. Біз бармасақ та семейге футболканы сап келсін. Иә, рахмет. Брендті өнімдері. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Шерге бір ауыз сөзіңіз жастарға. Жұмыстарыңызға сәттілік, жақсы жоба. Енді Мағжан атамыздан асырып айта алмаймыз ғой. Мен жастарға сенемін, жақсы көремін. Сондықтан да шығар жастардың жаныма
көбірек жиналатыны. Табысты болайық, бақытты болайық, адам болайық. Басты адам Сау болайық. болыңыздар.